Адамдардың бір-бірімен қауышып, амандық тілеп, өкпе ренішті ұмытатын көрісу күні. Бұл күні халқымыз тек бір-бірімен ғана емес, табиғатпен де қайта қауышады. Ағаш отырғызу, бұлақтың көзін ашу, ата-бабадан қалған игі дәстүр. Бүгін біз де сол дәстүрді жалғастырып, табиғатқа қамқорлық көрсетеміз. Көрісу дәстүрі қазақ халқының көктемде, жаңа жыл басында адамдардың бір-бірімен амандасып, амандық саулық сұрасатын көне салттарының бірі. Бұл дәстүр көрісу күні немесе амал мерекесі деп аталады. Ол Наурыз мейрамы мерекесінің басталуымен байланысты. 14 наурыз көрісу мейрамы. Көрісу адамдардың бір-бірімен кездесіп, қол алысып, немесе құшақтасып, бір жасыңмен, жасың құтты болсын, құт береке артсын, мал жан аман болсын деп тілек айту дәстүрі. Халық қыстан аман шыққанына қуанады. Бір-біріне жақсы тілектер айтады, реніш болса кешірім жасап татуласады. Үлкендерге құрмет көрсетеді. Таңертең адамдар көршілерінің, туыстарының үйлеріне барады. Жастар үлкендерге барып сәлем береді. Үлкендер бата беріп, ақ тілектерін айтады. Үйлерде дастархан жайылып, қонақ күтіледі. Көрісу дәстүрі адамдар арасындағы бірлік, татулық, сыйластықты нығайтады. Ол қазақ халқының қонақжайлылығы мен үлкенге құрмет, кішіге ізет сияқты ұлттық құндылықтарын көрсетеді. Ау ағайын, көрісу күні құтты болсын, сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейін, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын, еліміз тыныш болсын. Осындай мерекеден мерекеге жетіп жүре берейік. Әумин. Көпшілік қар еріп, жер жүзі жаңарып, жаңа келбетке ене бастағанда, туған туысын, жақындарын іздеп, сағына көрсетін болған. Бір-біріне деген өкпе реніші болса, кешіріп, жаңа жылды таза көңілмен қарсы алған. Адамдардың бір-біріне деген құрметін, сүйіспеншілігін, ынтымағын арттыратын бұл мерекеде әрбір отбасы ұлттық тағам пісіріп, дастархан жаяды. Жастар жағы үлкендерге арнайы барып сәлем беріп, мерекемен құттықтайды. Үлкендер тілегін айтып, ақ батасын берген. Мереке құт береке әкелсін, еліміз тыныш болсын деп ақ тілегін айтқан. Отбасымен көрісу дәстүрі қазақ халқының көктемде жаңа жылдың басталуын қарсы алып, отбасы мүшелерінің бір-бірімен амандасып, жақсы тілектер айту дәстүрі. Бұл күні отбасы мүшелері таңертең ерте тұрып, бір-бірімен құшақтасып, немесе қол алысып амандасады. Жастар ата-анасына, ата-әжесіне барып сәлем беріп, бір жасыңызбен, жасыңыз құтты болсын деп тілектер айтады. Үлкендер жастарға ақ батасын беріп, амандық,
денсаулық тілейді. Отбасында дастархан жайылып, бәрі бірге тамақтанып, өткен жылға шүкіршілік айтып, жаңа жылға жақсы ниет білдіреді. Бұл дәстүр отбасы мүшелерін жақындастырып, сыйластық пен бірлікті күшейтеді. Бисмиллахиррахманиррахим. Әуелі Алла қолдасын, еш жамандық болмасын, қиын қыстау жерлерде періштелер қолдасын. Баянда Алла бақ берсін, адал берсін, ақ берсін, дастархандарыңа береке, отбасыларыңызға бақ пен мереке. Дастарханымыз бай болсын, қазан ошағымыз май болсын, төрттілігіміз сай болсын, құлындығымыз тай болсын, жортқанда жолдарыңыз болсын, қыдырата жолдастарыңыз болсын, биік болсын жұлдыздарыңыз, бақытты болсын өсіріп отқан ұл қыздарыңыз. Көл көсір көңіл берсін, қайғысыз өмір берсін, шаңырақтарыңыз шайқалмас, еш кірбің байқалмасын. Я Алла жаратқан ием осы ниетімді қабыл ет. Түркістанда Қожа Ахмет, Мединеде Мұхаммед, я Алла осы айтқан тілегімді қабыл ет. Аллаху акбар. Бүгін міне балалар, көктемнің алғашқы күнінде жерді қазып, көшет отырғызамыз. Бірінші көшетімізді дайындап аламыз. Содан кейін жерді тереңірек қып қазып, көшет отырғызамыз. Наурыз айындағы ағаш отырғызу дәстүрі табиғатты жаңарту мен көктемнің келуін білдіретін игі салттардың бірі. Наурыз табиғаттың қайта түлейтін, жердің жанданып, жаңа өмір басталатын кезеңі. Сол себепті бұл мерекеде адамдар ағаш отырғызып, табиғатты қорғауға үлес қосады. Ағаш отырғызу жаңа өмірдің, өсіп өркендеудің белгісі. Қазақ халқы көктемде ағаш отырғызу арқылы табиғатқа қамқорлық көрсетіп, болашақ ұрпаққа жасыл орта қалдыруды мақсат еткен. Наурыз айында адамдар ауласына, бақшаға немесе қоғамдық орындарға көшет отырғызады. Ағаш отырғызуға отбасы мүшелері бірге қатысып, әр ағашты күтіп баптауға уәде береді. Сонымен бірге мектептер мен ұйымдар арнайы көгалдандыру шараларын өткізеді. Бұл іс-шара барысында жастар табиғатты қорғауға тәрбиеленіп, қоршаған ортаны көгалдандыруға атсалысады. Адамдарды бірлікке, еңбекке шақырады. Көктемде бұлақ көзін ашу дәстүрі қазақ халқының табиғатты құрметтеуге байланысты көне салттарының бірі. Қыстан кейін бұлақтардың көзі топырақпен, шөппен немесе қоқыспен бітеліп қалуы мүмкін. Сол себепті адамдар көктемде бұлақтарды тазалап, суының қайта ағуына жағдай жасайды. Қазақ халқында бұлақ көрсең көзін аш деген нақыл сөз бар. Ауыл үлкендері және жастар бұлақтың маңын тазалайды. Бұлақтың көзін ашып, судың еркін ағуына мүмкіндік береді. Ал балалар, қазір бұлақтың көзін ашамыз. Ата-бабаларымыз айтқан, бұлақ көрсең көзін аш деген. Осы бұлақтың көзін ашып, қазір көшеттерімізді суғаратын боламыз. Бұлақтың айналасына ағаш отырғызып, тазалық жұмыстарын жүргізеді. Бұлақтың көзін ашу дәстүрі жастарды табиғатты қорғауға тәрбиелейді. Судың қадірін түсінуге үйретеді. Адамдарды еңбекқорлық пен бірлікке шақырады. Көктемде бұлақ көзін ашу дәстүрі табиғатты аялау, суды құрметтеу және қоршаған ортаны таза ұстауға бағытталған халықтың игі дәстүрі.